Сәлем достар, бүгін сіздермен цветная капуста қуыратын боламыз. Өте дәмі күшті болады. Столымыздың сәнін келтіретін болады. Жасап көріңіздер. Цветная капустаны былай бөлшекке бөліп аламыз. Осылай бөліп аламыз бәріне. Капустамызды бөліп алдық, мұны ыдыстарға саламыз. Ыдысқа салып, қайнап тұрған суға салып, бір қайнатып аламыз. Енді суымыз қайнатты. Бір қасық тұз саламыз. Тұз салып араластырамыз. Бөлшекке бөлген капусталарымызды салып, 7-8 минут қайнатып аламыз. Бәрін салдық. Жеті-сегіз минут қайнатып аламыз. Капустамыз пісті. Сүзгіштің көмегімен сүзіп аламыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Көп қайнап кетсе езіліп кетеді. Өте әдемі болып пісіп шықты. Капустамыз міне пісіп шықты. Енді ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Жұмыртқаға тұз саламыз. Жұмыртқамен тұз салдық. Енді үстіне кішкене қара бұрыш қоссақ әдемі болады. Жақсылап араластырамыз. Енді мына пісіп шыққан капустамызға кішкентай ұнны осылай кішкентай себеміз. Кейбіреулер жұмыртқаға қосады онда. Мен қоспаймын. Осылай істесе жақсы шығады. Батырамыз жұмыртқамызға. Осылай дайындап шығамыз. Сосын қызып тұрған майымызға қуырып ала береміз. Осылай капустамыздың бәрін жұмыртқамен ұнға батырып алдық. Міне дайын. Енді қызып тұрған майымызға қуырып аламыз, қызартырып. Майымыз қызып тұр. Шаймен біреуге салып, қызарғанша қуырып шығамыз. Әдемілеп қуырылып жатыр. Міне цветная капустамыз дайын болды. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Сіздерге ұнаған болса, қолдап кетіңіздер.